Сәлеметсіздер ме студенттер, мен сіздерге қазір Visual Studio бағдарламасында форум 1 терезесімен жұмыс жасауды көрсетемін. Яғни біз Visual Studio бағдарламасымен жұмыс жасаған кезде экранға осындай загрузка шығып тұрады. Яғни форум 1 терезесімен жұмыс жасауды көрсетемін. Ол үшін біз барлығымыз Visual Studio бағдарламасына кіреміз. Visual Studio бағдарламасына кірген кездеріңізде менде 2012 версия, сізде мүмкін 19 басқа версия болуы мүмкін, олда ешқандай айырмашылық жоқ. Соның ішіне кіресіз, New Project-ке кіресіз, яғни біз жаңа проект құрамыз, сол үшін New Project таңдаймыз. Соның ішінде балалар Visual Basic-ті таңдаймыз, яғни интерфейс құру үшін біз Basic-пен жұмыс жасаймыз. Basic-тің ішіндегі Windows Form Application таңдайсыздар. Мына жерге сіздер өздеріңіз кез келген атты жазасыздар. Мен мәселен мына жерге өзімнің атымды жаза салайын, сіздер проекттің атын жазсаңыз болады. Мен мысалы өзімнің атымды жазайын. Енді осылай окейді басамыз, сол кезде бізде форум 1 терезесі ашылады балалар. Енді форум 1 терезесі ашылған кезде қарап отырсаңыздар, мынау форум 1 терезесі. Бұл жерде біз интерфейс құрамыз, ал сол жақта тұрған терезе бұл Toolbox терезесі. Toolbox терезесінде біз жұмыс жасайтын, қолданатын компоненттер орналасқан. Ал жоғарғы жақта сіз қандай проект ашасыз, солар сақталып тұрады. Ал мынау төменгі жақта тұрған, оң жақтың төменгі жағында тұрған терезе бұл біздегі мынау интерфейстегі қолданатын компоненттердің свойства терезесі. Свойстваның барлығы осы жерге көрсетіледі. Енді балалар, біз ол үшін ең әуелі фонды өзгертейік. Фонды өзгерту үшін форум 1 терезесіне барасыздар да, мына жерде backcolor деген жерге свойствосына кіресіздер, бір түсті таңдайсыздар. Мен ақ түсті таңдайын. Келесі менде енді мына жерге нені бөліп қойым керек. Форумды ол үшін панель деген компонентті қолданамын. Панель компоненті бұл форум терезесін бірнеше бөлікке бөлуге ыңғайлы компонент. Мен осылай қойып алайын. Бағана мен сіздерге көрсетіп өткен болатын. Видеоның бастапқы жағында қандай тапсырма жасайтынымызды. Осы жерге панельді қойдым. Енді панельге түс берейін. Панельдің үстін бір рет басамда свойствосына кір, свойствосына жақта шыға түс берейін. Кез келген бір түсті алайын. Мен мысалы ондай розовый сияқты түсті алайын. Енді мен осы жерге мына жерге фото қойым керек. Ол үшін мына жерде picture box деген picture box-қа кіреміз балалар. Picture box-та кеп мына жерге қоямыз. Себебі бізде тапсырмада осы жерде сурет тұрған болатын. Осы жерге сурет қою үшін балалар осы picture box-ның үстіне бір рет басып, мына төмен жақта свойствосына кіремін да, image деген жер бар, сол жерде наум деп тұр. Сол жерге мен фото импорттаймын. Рабочий столда менде бір фото тұр, соны ашамын да қоямын міне. Окейді басамын. Қарасаңыздар, форма сіздерде сурет формасы келмей тұр, яғни симай тұр. Осы жерде формасына келтіру үшін мына жерге үшбұрышты белгі тұрады, жоғарғы жағының picture box-ның, соның size mode деп тұрады. Соның ішіне мен stretch image таңдаймын, яғни ортаға не бойынша ортасына кеп көрсетеді, picture box-ның ортасына қойып қояды. Енді мына жерге тапсырма бойынша жазу тұрған болатын. Ол жазуды жазу үшін балалар, мен лейблді қолдандым. Лейбл компоненті балалар, бұл тек қана бір жолды мәтіндерге қолдануға арналған. Көп мәтіндерді қолдана алмаймыз. Мысалы, лейблді әкеп қоямын мына жерге, мен мына жерге бір сөз енгізейін. Мен мәселен өзімнің аты жөнін жазамын. Текст деген бөлімне балалар, сіздер лейблға қандай ат бересіздер, соны қоясыздар. Мен мысалы Қойланова деп шығарайын. И осы Қойланова деп шығарып, қарасаңыз Қойланова шықты. Енді оның размерін өзгерту үшін фонт деген бар. Осы Қойланованың үстін бір басамда свойствосына кіремін. Сол жерде мына жерде фонт деп тұрады. Фонттың қасында Microsoft деп шығып тұр. Сонысын басасыздар да, мына жақта сізге қандай шрифт керек, жирный ма, полужирный ма, қандай керек. Мен полужирный таңдап, размеріне мен мысалы 28 таңдаймын. Қойланова деп өзгерт. Сіздер өздеріңіз кез келген осы жерге аты жөндеріңіз емес, қандай приложение жасайсыздар, соны жасап қойсаңыздар болады. Мысалы, біздің банкке қош келдіңіз деген сияқты жазулар шығатын еді, солай жазып қойсаңыздар болады. Енді балалар, біз мына жерде байқасаңыздар, тапсырмада бір төртбұрышты аппақ белгі осылай жылжып қозғалып тұрған болады. Оны қайдан аламыз? Оны алу үшін мына жерде бізде toolbox-ның ішінде rectangle shape деген бар. Rectangle shape дегеніміз балалар, бұл төртбұрыш, бұл қозғалып тұрады, яғни жылжып, загрузка жүріп тұратын еді ғой бізде, соның қызметін атқарады. Осы rectangle shape-ті қойып алғаннан кейін, бұның түсін өзгерту үшін backcolorға барып, түс береміз, аппақ түсті таңдайын көрініп тұру үшін, және де оның формасын таңдауым керек. Мына жерде back style деп тұрады, соның ішінде
транспаренттің орнына мен екінші аппақ деген таңдаймын. Қарасаңыздар, шекарасы қап-қара болып тұр, оны мен өзгертейін аппаққа. Бордер колорға барамын да аппақты таңдаймын, ауысты. Осылай сіздер дизайнын өздеріңіз былай үлкейтіп кішірейте бересіздер. Енді осыған біз уақыт қоюымыз керек, яғни қандай да бір уақытта жылжып отыру үшін. Сол үшін біз таймерді қоямыз. Таймерді тулбокстың ішіне барып аламыз. Таймерді мен қоямын. Міне қараңыздар, таймер орналасты. Енді осы таймердің свойствосына кіреміз. Ол үшін таймерді бір рет басасыздар, төменгі жақта оң жағында шығып тұрады. Осы жерде балалар enabled дегенге біз true'ды қоямыз. Enabled деген мынау біздегі фигурамыз уақыт бір қойылған секунд бойынша жылжып отырады. Одан кейін балалар, және де мына жерде type деп тұрады. Type'ның үстіне барып екі рет басасыздар. Немесе оны былай жасасаңыздар болады. Осы таймердің үстіне екі рет бассаңыздар, код жазылған терезе ашылады. Осы жерге сіздер мына кодты жазасыздар. Бұл кодты мен сіздерге беремін. Осы жерде балалар ошибка шығып тұр. Мына жерде балалар rectangle shape дегеніміз, бұл біз ұзындығы, көлемі және де оның белгілі бір уақытта жүріп тұратын жазылған. Осы загрузка жүргеннен кейін екінші форма ашылу керек. Яғни біз екінші форма ашу үшін балалар мына жерде тұрған өзіміздің проектке барамыз да, мышканың оң жағын шертеміз, ADD-ны барамыз да басамыз. Соның ішіне бізге Windows формды ашамыз. Екінші форм керек. Мына жерге форм 2 ашты. Осы жерге форм өзгертсеңіздер болады. Мысалы, басқа да бір логин, пароль деп ауыстырсаңыздар болады. Менде тұра берсін деп ештеңе ауыстырмаймын. ADD-ны басасыздар. Енді екінші форма ашылды. Осы жерде қарасаңыздар, кодында балалар мына жерде екінші формның атын жазу керек. Бізде екінші формның аты форм 2 деп тұр. Мен ауыстырған жоқпын. Форм 2 деп тұр, қарасаңыздар. Енді біз құрдық. Енді осыны тексеріп көрейік, бізде не шыққанын. Қараңыздар, экранға не шығып жатыр. Стартты бастым. Қараңыздар, біздің бағана жасаған жұмысымыз міне жүріп тұр. Міне жүріп тұр. Мен енді осының уақытын өзгертейін. Мен секундын өзгертпедім, стандартпен кетіп қалды. Енді мен секундын өзгерту үшін балалар осы таймер деген компонентке барамын да балалар. Сосын свойствосына кіремін. Свойствосына кіріп, интервал тұр. Интервалға мен 100 емес, 10 берейін. Яғни бұл уақыт қандайды бір уақыттың ішінде қозғалады. 10 секунд бердім. Енді қараңыздар, осы стартты бастым, қазір загрузка жүреді. Міне қараңыздар, тез жүріп тұр бағанағыдан. 10 секундта міне екінші форма ашылады. Енді балалар, бізде келесі жұмысымыз, яғни келесі тапсырмамыз форм 2 терезесі болады. Тура осы форм 1 терезесі сияқты picture boxпен жұмыс жасаймыз, басқа да лейблдармен жұмыс жасаймыз, компоненттермен. Осы жерде енді біз авторизация жасаймыз, яғни логин, пароль жүйесін құрып, соңында войти дегенді басқан кезде ары қарай біздің приложениемізге, яғни менюмызға кіретін бөлімді жасаймыз. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Және де айта кетейін, балалар, әркімнің жұмысы әртүрлі болады. Мына жерге сіз аты жөніңізді емес, өзіңіз қандай тақырыпта приложение құрғыңыз келеді. Мәселен, сіз бір аурухананың приложениесін құрғыңыз келеді ме, онда мына жерге біздің ауруханаға қош келдіңіз деген сияқты сөз жазып қойсаңыз болады. Дизайны тура осындай болу деген міндетті емес, өзіңіз білесіз, қандай жасасаңыз да ол сіздің идеяңызға байланысты, фантазияңызға байланысты. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сау болыңыздар.